Алтын мүйізді киік ертегісі. Ертеде Бұлдырмерген деген атақты аңшы болыпты. Өзі мерген, әрі қарулы, ақылды, ержүрек адам екен. Бір күні ол аңға шығады. Орманды, тауды аралайды. Шаршаған соң бір ағаштың көлеңкесіне келіп демалады. Бұлдырмерген қарсы алдында ағып жатқан бұлаққа қарап отырады. Сөйтсе байқамапты. Бұлақтың арғы жағасында үлкен жартастың түбінде бір киік жайылып жүр екен. Екі мүйізі күнге шағылысып жарқырайды, тіпті көз қаратпайды. Бұлдырмерген өз көзіне өзі сенбей таңдана қарады. Шын киік, екі мүйізі қарағайдай алтыннан екен. Ол киікті атып алмақ болып садағын кезейді. Сонда алтын мүйізді киікке тіл бітіп, сабыр ет мерген деп Бұлдырмергенді тоқтатады. Аңшы оның жанына келеді. Ол аң аулап жүріп бұрын соңды мұндай ғажапты көрмеген екен. Қатты таңғалады. Алтын мүйізді киік әп-сәтте алтын мүйізді ақсақалды шалға айналады. Үстіндегі киімі күмістей жарқырайды. Ал екі алтын мүйізі сол қалпында қалады. Бұлдырмерген ештеңе демей ғажапқа таңдана қарайды. Осы тауда Бұлдырмерген деген атақты аңшы батыр бар деп естіп, соны іздеп шығып едім. Оны білмейсің бе, балам, дейді ақсақал шал. Отағасы, ендеше сол Бұлдырмерген мен боламын, дейді аңшы. Рұқсат болса, балам, сені іздеп шыққан шаруамды айтайын. Айтыңыз, менің балам жер асты елінің ханы. Мен соның туған әкесімін. Қаламызға жақын жерде терең сай бар. 20 жыл болды. Сонда бір айдаһар мекендейді. Бүкіл ел жұртыңды қалаңмен жұтамын дейді. Және сол сайдың маңына барған адам болсын, мал болсын, әйтеуір жандыны құтқармайды. Соған ешкімнің де күші жетпейді. Оны тек Бұлдырмерген ғана жеңеді деген соң, халқымызға бір жақсылық бола ма деп сені іздеп шығып едім, дейді ақсақал шал жылап. Жарайды деп Бұлдырмерген сауыт сайманын сайлап, алтын мүйізді шалға ілеседі. Олар жер үсті мен жер астын жалғастыратын үңгірден өтіп, қарттың қаласына барады. Бұлдырмерген бойына бар күшін жинап, қолына 100 құлаш алмас семсер алып, айдаһар жатқан сайға келеді. Жотаға шықса, боран соғып тұр екен. Желдің қаттылығы соншалық таудың екі бетіндегі тасты ұшырып кетіп жатыр. Бұлдырмерген қақарланып, семсерді беліне көлденең ұстап, күшті леппен тартып жатқан айдаһарға қарай жүреді. Сұрапыл боран оны ұшырып отырып, айдаһардың аузына бір-ақ апарады. Өткір семсерден айдаһар қимылдауға шамасы келмей қалады. Алай-түлей соққан боран да тоқтайды. Боран айдаһардың лебі екен. Айдаһардан жапа шеккен жұрт шат-шадыман қуанышқа бөленеді. Бұлдырмергенді қоршап алып, қошеметтеп қалаларына келеді. Ұлан асыр той жасайды. Алтын мүйізді шал, балам, сен өзі шаруа адам екенсің. Аң аулап қана тіршілік ететін көрінесің. Бізде мал да, дүние байлық та жетеді. Сен енді осында қалып үйлен, дейді Бұлдырмергенге. Бұлдырмерген бұған көнбейді. Менің ауылым, туысқандарым бар артымда. Оларды тастап мен мұнда өз басымның жақсылығын күйттеп қала алмаймын, дейді. Бұлдырмергеннің мұнда қалмасын көрген алтын мүйізді шал оған ханның қазынасынан көп алтын, асыл дүниені сыйға тартып аттандырады. Сөйтіп, осыдан соң Бұлдырмергеннің ауылы да әлденіп күн көрсін жөндеген екен, дейді.